әупілдек туралы қызықты мәліметтер. Әупілдек немесе көл-бұқалар туысы еске қайықты құстар отрядының құтандар тұқымдасының туысы. Өзен көл жағасын қалың қамыс арасын мекендейді. Қанатының ұзындығы 32-35 см, салмағы 900 грамм. Жемін аулауға түнде шығады. Бақа, итшабақ, ұсақ балықтар және су жәндіктерімен қоректенеді. Көбейер кезде ғана жұптасып, басқа уақытта жеке тіршілік етеді. Жыл құсы. Жемсауына су толтырып алып, қайта шығарғанда ерекше дыбыс естіледі. Әупілдек деп атануы осыған байланысты екен. Ақмола облысында Әупілдек деген көл бар. Көлдің атауы осы Әупілдектің сол жерде мекендеуінен шықса керек. Ауыр жүкті батпандай, арқалап бір жатқандай, әуп-әуп дейтін кешқырым, Әупілдектің ешбірін. Көрмегенмін мен бірде, болса да бұл өңірде, даусымен айбынды, жаңғыртады айдынды. Сондықтан біз Әупілдек ойлаушы едік дәупілдеп, сөйтсек өзі құс екен, даусы ғана күш екен. Қадыр Мырза әлі. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.